Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге қоқиқаздар туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қоқиқаздар бітімі ерекше, тұмсығы имек, сирек кездесетін құстарға жатады. Бұларды тіпті қызыл қанат деп атайды. Ол басын суға батырып, түбін қопарып, судағы жәндіктерді аузына толтырып, сүзіп алып қоректенеді. Қоқиқаз дүние жүзіндегі бойы биік және аяқтары мен мойны ұзын құстарға жатады. Олар топтанып тіршілік етеді. Тұмсығының қоқиып келген пішініне қарай қоқиқаз деп атап кеткен. Олар әдемі сәмен деп аталатын шаяндармен қоректенеді. Шаяндарды сүйіп жегендіктен олардың түсі қызыл болып кеткен. Қоқиқаздар ұшып бара жатқанда лапылдап жатқан отқа ұқсайды. Сондықтан халық оны от құсы деп атаған. Қоқиқаздар нағыз бишілер. Оларға ешкім үйретпесе де бірдей ырғақпен билей біледі. Бұл көрініс өте ерекше әсер қалдырады. Сондықтан да оларды биші құс деп атаймын. Мінекей достар, біз қоқиқаздар туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.